Нөмір 20-шы Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектеп. Көбеевтер отбасысы. Көбеевтер отбасысы жанұямен бірге кітап оқығанды әдетке айналдырған. Бүгін біз отбасылық құндылықтар негізінде көшпенділер трилогиясын Көбеевтер отбасысымен талқылайтын боламыз. Қызым, Мұхтар Әуезовтің қай шығармасын оқып отырсың? Қорғансуда күні повесі. Ой, жарайсың ба. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны Әлішер Науаи. Шынымен де қай ғасырда да балаларым кітаптың алатын орны ерекше. Кітап сенің кемелденуіне көмектеседі. Кітапты оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзіңді тануға көмектесіп, жадыны және ойлауды дамытады. Кітап оқу сөздік қорларыңды байытады, және де адам бойында болып жатқан шығармашылық қабілеттеріңді де шыңдайды екен. Соны естеріңде сақтап жүріңдер. Көшпенділер Ілияс Есенберлиннің алты кітаптан тұратын тарихи эпопеясы. Шығарма қазақтың қылышынан қан тамып тұрған кезде туған. Ол көптеген тілдерге аударылған. 1998 жылы ағылшын, 2012 жылы жапон және неміс тілдеріне аударылған. Шығарма негізінен 3 бөлімнен тұрады: Алмас қылыш, жанталас және қаһар бөлімдерінен. Алмас қылыш бөлімінде 15-16 ғасырдағы қазақ хандығының қалай құрылғаны, Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр хандығынан қалай бөлініп қазақ хандығын құрғаны жайында айтылады. Ал екінші бөлім жанталаста Әбілқайыр яғни кіші жүз Ресей империясына қалай қосылғандығы, негізгі Әбілқайырдың ішкі ой түйсіктері мен оның негізгі мақсаттары жайында айтылады. Ал қаһар бөлімінде Абылай ханның 300-дің басын біріктіріп, қалай оның елді бір тұтас билікте ұстағаны, оның өжеттілігі мен батырлығы жайында айтылады. Шығарманың 3 бөлімінде де қазақтың тарихи тұлғалары керемет суреттеледі. Мен бұл шығарманы әрбір қазақтың баласына оқуға кеңес беремін.